Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін мен құйрық май қосып печенье пісірдім. Өте жұмсақ, тіпті ауызға салғанда еріп кететіндей жұмсақ болып шықты, және де өте дәмді болып шығады. Соңына дейін қараңыздар, және де лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Толық рецепті описанияға жазып қалдырдым. Ең алдымен ыдысқа құйрық майды салып аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ құйрық май. Құйрық майдың дәмін ұнатпасаңыздар, сұйық май немесе сары май істесеңіздер болады. Және бір қасық сода қосып, миксерменен миксерлеп аламыз. Ағарғанша, құйрық май ағарғанша миксерлеп аламыз. Мен осы каналда құйрық майды жұмсақ етіп шыжыту барысын бөліскен болатынмын. Алдыңғы мазмұндардан көре аласыздар. Содан соң жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқадан 4 тал жұмыртқа болады. Және де қант қосамыз 1 кесе. Құйрық майдан да 1 кесе, шай кесеменен 4 тал жұмыртқа болады. Егер көбірек, үлкенірек кесемен алатын болсаңыздар, 5 тал жұмыртқа кетеді. Барлығын қосып 10 минуттай қант ерігенше араластырып аламыз. Сосын жарты кесе сүт қосып тағы да араластырып аламыз. Және ұн салып қамырды илейміз. 4 кесе ұн кетеді. Қамырды біріктіріп илейміз. Сәл сұйықтау болды. Мен кесені толтырмай алғандықтан тағы да жарты кеседей ұн қосып жіберіп, жұмсақ қылып илеп аламыз қамырды. Осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Қатты біріктірудің қажеті жоқ. Енді бірден астақтайға алып жасай берсек болады. Оқтауменен жаюдың керегі жоқ. Қатты бірігіп тұрмағаннан кейін қолымызбен жайсақ болды. Біркелкі етіп жайып алғаннан кейін өзіміз қалаған формаларменен жасай берсек болады. Бетіне қант жапсырамыз. Қанттың кесектеу қант болғаны жақсы, кристалды қанттар кесектеу. Сонда жылтырап әдемі көрінеді. Содан соң духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градустық духовкада 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ. Өте әдемі болып пісті. Түсі де аппақ және өте жақсы піскен. Жұмсақ болып. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.